Ал өкө жыйган үстүнө 600 миң көк колду урушарган эти бар. Ошондой иш көргөн соң ал өкөң аты жоголду. Урушу үшүм келбес деп ушу дүйнө жыйылса, обу манасты жеңбес деп атышып алым келбес деп ааламдын баары жыйылса, акыры муну жеңбес деп агүрөкчү манаска катылбастан калайын. О кайратым дүйнө, караттым дүйнө далайын. Канга забым болбостон кайратып жолго салайын. Катарлаштырсам тик койбос, кара жаным куткарып, ууга канды көздөй барайын. Намандын жери Түркүстан, айныдым мында жүрүштөн. Эки атам өткөн анд экен, эсендик тилеп өзүмө. Каспан шаар тумшага кассам керек дедим мен. Ою терең ал өкө, ойлоноюн иштеген. Ар түрлүү сана ой ойлоп, амандыгын издеген. Күнү туруп манасты коносузбу сиздеген. Ой эли жоосун байкабас, эрдиң артык акыллас. Батырлык кылган күчүнө ою боюм болгонмас. Кономун деди баатыры, коно каштан ал өкө, ошондо даярландың акырың. Саясы салкын терек бар, сандыргалуу манаста, салтанаттуу серек бар. Ал өкө кылар конокту, ал өкөдөн аш жесең, арбыттың ар дүмөктү. Аш жегенди коюңар, малынан алып союңар. Өзүңөр колго бышырып, мунун өлчө менен тоюңар. Ал сөзүм макул алганы, о кесиңер бакай. Ал өкөнүн мойнуна 6 бет 4 өгүз оң мал салык салганы. Тандап туруп семизин, алып калды 8-ин. О семиз малын союшуп, 84 кишиң ушулар чала була тоюшуп. Кызмат кылган калмака кыйласын бери коюшуп. Ошо жатты жайлап конушуп. Ал тудууду ээрчитип, азыр келди ал өкө, арыстан эрдин үстүнө таазим кылып киреди. Душманым мен деди, душманда болсом жан койбой, амандык бергин сен деди. Катылбадым, карадым, тынчылыкты кааладым, ары бери карадым, алышар алым ок албадым. Анжам манжы таңшанды, караган менен каран жок. О кайраттым бойдо калган жок, чын айтамын жалган жок, чыңгылар шайым калган жок. Ушан жан жерине уруксат берсең жер дедим. Уруксат сизден жок болсо, ошоң узак жол издеп дедим. Арыстан манас экенсиң, оңа жолугу сайылып, турат экен көзүңдө. Атышып алар алым жок, кармашып алар карым жок. Чыкпаймын ушу жерден деп, эшир салууга чаңым жок. Кенчилик кылсаң турагым, кенчилигиң жок болсо, ошо кетмекке моюн сунаным. Катыл албай ал өкө, канкур манас баатырга, о кадырын салды жеп-жеке. Өлөмүн тилеп өтүндү, жан тилеп жалбарды. Кыйын экен ал өкө, кыларын билип кыйналды. Кыйлаю сүйлөп кеп салды. Кылая багып күлбөгөн, күлгөндүн сырын билбеген. Күңгүрөнө сүйлөгөн, кырам манас кеп айтат. О мынча не деп кысталдың, эң ал өкө деп айтат. Жалбарып жаным сурадың, жайыңды көрүп турамын. Түппежин жаткан жериңиз, түмөн Кытай элиңиз. Бабам өткөн жерибиз, байкасаң ушу кебибиз. Башкы о балаң бокени, мага жолдош бериңиз. Ак үйлүгө алганым, ал сөзүмө көнбөсүң. Азыр бүгүн башыңа ушу акыр заман салганым. Коңгуроолу бай деген бир аңыз бар экен. Мага ушаттуулу бар, айтканымды угуп ал. Кош башыңды бериңиз, кош башты бербесең, койгулашар жериңе колуңду курап келиңиз. Бергин бокең балаңды, бербес болсоң балаңды, түптүз кылам калаңды. Көчүп алып тез жогул, ушу көрсөтпөгүн караңды. Кош абыш боке келгени, койбатыр урушпаймын деп, кош бөкөн бергени. Ошондон ал өкө улуу боке экен, атканын жазбас мергени.
қоғошауыш деген ерекен, қоғошу болса қол болса, елейчең аскерди, есеуін алчу немекен, баласы менен анысын, батырға қоштың алөкі, барқын кейін білерсің, қармашып қаным төгілбей, қачып қалқы сөгілбей, урушу уят бол, боду ұлықтығылы алөкі, ошанты ушинти бишен оңдыдың оғалаған өкөн алыптыр, қан құрман ассаламат, қайта жолғы салыптыр. Анжияндың башы бар, аңдап көргін жақшылап, сай тұлпарды байлатып, ақыр қылған ташы бар. Оң аппақ таштан үйдірген, атақыр қылып қойдырған, қалмақтан алып будайын, қас будандың барысын, жемге байлап жудайын. Алтай тыныштық алыптыр, Анжияндың шарынан, Қытай қалмақ барысын, айдап қуып салыптыр. Ал өкіғандың қалмағы, жылып қачып астыртан жылмалына қалмады. Кеткендерін кетіріп, келгендерін келтіріп, ал өкі манас айқашып, жата тұрсын жайқашып, ал өкі деген қан шыққан манастан мұрын байқасаң, айбатынан жан шыққан. Ең асылы болған Қытайдың, ең аскері болған қаншасан, қара қырғыз қазақтан, халық құтылбай азаптан, түтініне бір кеші баштан алған алымды, падышадан кім көрген, бұл өңденген залімді. Бошонды қазақ қырғызы, болған екен ал елдің артығырақ ырысы. Ал өкөнім мойнынан артылды қылған қылмышы. Қылмышы кемен еткені, ошо қылым жұрта қолдан кеткенің. Başı maymun elinden жолун дөбөт атаған, күн батышы жағында гүлді қырғыз қатаған, құндыз талқан жері бар, Құяуыз деген қаласы, аларды жердеп тұрғаны, Ташқотондың таласы. Ел байы көп қаласас, жеріне бүтпөйт ешбір саз, дөбөт чөлі атанып, жақа соғым тосы таш, алайдың түштік жағында, башыдаңдың тосында, маймундуктун шоруккан, жатқан екен ұшында, қалча деген қалқы бар, қалча жайын сұрасаң, қырғызға жақын қарқы бар, алтайлық қырғыз барып тұр, ополдың тосын ұролып, оген жұтқа жетті көшмені, аяғың өтіп алайдан, қызары толы өткені, ырысы қатқан шорыққан манасты білбей көпкені, қашып жүрген салты бар, қара қырғыз деген ел, мұның қайдан шыққан қалқы бар, еғылбай оттоп жерімді, елебей жатқан елімді, басып оттоп жерімді, байқабай жатқан елімді, елімдің елбей көзіне, не десем болор қырғыздың, ердемсіп келген өзіне, зордық қылып жүр оттоп, сонымды көрген о жүрген ғо, күн шығыштан Алтайдан, бұларды бір соным мені сүрген ғо, жамама келген қырғызды, жалмабай болбойт екен деп, жана бір адам болған соң, жалпайып жатыш бекері деп, бұл батыр сынып келген қырғызға, барсылдасам нетері деп, қиындығын көрейін, қырғыздан жылқы білейін, жалпайып жата бергенше, жаманда мені ойлойбой, жаңы келген о қырғызды, ошо ча өтіп тойлойлы, қырғыздан жылқы о бөлейін, Қытайдан келген о қашқан қысталақ, мұның қиындығын көрейін, үйрі қылбай бойыма, келтірбей көнер ойына, жақынын чап алайын, жақындатпай ұшуну, жататып қуып салайын, келгенін чап алайын, кетірбестен ұшуну, о кебезге сүріп салайын, өздері жүріп өл албай, өкіметке бір далай, жандары жүріп жай албай, жайылдықке бір далай, аскерді жинап албасам, анча мұнча бүлдіріп, Анжиянға Қашқарға артылда қуып салбасам, о қошын жиып, қол жиып, қошынның арбын мол жиып, қысмақ туға қылайын, қиындық қылған қырғызды қылышқа салып қырайын, о қызылдың артын өткөріп, қырашырып тынайын, қошу алып жүрейін, аяғын өді түрейін. Айдап тодан ашырып тиң оңалайды көздей сүрейін, о кезектен олы шорыққан, кесіретті бұржан, атордуна мингени, қызыл құйрық қызыллар, татала деген жұрты бар, таза сонун ұшулар, төнü ағат мал қылып, қышында барбайт елері, қырға кетіп төлөрі, төгі лайық чөбі бар, жапайы кетіп жан сақтап, төгі иктің көбі бар, о суға таңсақ бары чөл.
Мұның бар жыланы бар төл, чөлдө жүрген құлан бар, урум бар деп аталат, уча тұрған жылан бар, қайбір бұлақ көзінде қайнап жатат құланы, қашырғаның соғылмас қанаты бар жыланы, етегінден тарабы еріген жұт қарады, күн шығышы ималай, шолорду жердеген шоруқтың елі бір далай, қалқына қавар салып тұр, о қазаттың жолын білбеген қапілет өскен қалмақ қалықтыр, 290 мың елін жиып алыптыр, шешендер атту батыры, шенсіз айбан ақыры, гүлтұқан атту балбаны, гүлді жұрттың алғаны, көшкенге иман аяры, ер шорыққан баш болып күңгіріп жолғы салғаны. Чаталаға шу белменен 290 мың, ошоңар түрді сонын елменен ошо шорыққанның қызылту, асабасы ко жалбырлап, алтуғупа добылбас, қасулып қаңғырлап, о тартып керней бапылдап, о дап қаптырып дапылдап, чымылдығы сұрнайы, қарап көрсе қаранды, чымбалекет тұрбайбы, ерке үчі қыз өкі, шорыққандың баласы, ақылай ұлы қыз екен, ұрғашының сарасы, 16 жарым жашы бар, оролған қара чашы бар, о саз салған топчудай. Мұның келішкен қарағашы бар. Енжі түшті қиғашқаш тамағынан көрінген, қара мейіз жұтқан аш, о қолы өмір зымындай, беліған жарығынындай, сонындығы етінін зооттан шыққан шыныдай, қарағаттай көзі бар, қантан шерін сөзі бар, оң аскерін жолға салыптыр, ертең аттанамын деп, ер жорық үйде қалыптыр, кереле басып ақылай, о кебай тұчу кезі бар, қыздың кеткен үші бар, о түнді көрген түші бар, ата сізге кеп айтам, алыста санап мен айтам, аттанбасаң деп айтам, шымал жақтан сел келді, селдей көчіп жер келді, сел ұшырған жел келді, аққан селін аңдасам, қарабатқа қылайы, о қаралайтып құтқарбай, қаптап қалды далайды, сел батқаққа қалыппын, сенделіп қачып алыппын, ағын суға өлірді, алтын барек чынарыға, өзім жетіп қалыппын, шықтым чынар башына, ачасында отырсам, атакем келіп қашыма, теректе қалдық термелбей, geride қалдық кебелбей, суғаттады сел болды, қиян менен қыжылдап, ағып жүрген ел болды, о табіречіңіз бар екен. Ошаға теке бұл ішіне болды, жүрегім чу-чу айырылып, жүдедім жаман қайғырып, Алтайдан келген қырғыз деп, оған қайдан келген қашқын деп, асылы бері батеке, ошо жүрбегін тақтан айырылып, ашу ұрған бала деп, басшы бол болмаға деп, басшы болып кеттің бе, жашабай жатып қандай түш, айтасың азыр маға деп, қиян қаптал сел келді, сел болғаны бұл емес пе, қырғыз деген ел келді, шыққан шынар терегің, шындап құдай бергені, чап алып қырғызды, шынарға шығып тұрғаның, шырағым сенің тұңғаның, таққа минген өзімдір, тағушы балам сөзімдір. Айтып ошорыққан адамдар болды айраңтаң, долбасы қағылып, туға байрақ тағылып, шорық жолға салып тұр, бара тұрсын қаныңыз, батыр манас не болды, емі қабарын алыңыз, ең айлы қонып батырдым, азыреттің қарату, барадап көріп елінні, байқап көріп жерінні, батыр шонтеп тұрып тұр, шол жақта келіп турадан шорықты құдай ұрып тұр. Теті қара тегін о жол салып, алайда жатқан қырғызға қошуну келіп қол салып, ной құтқа ойрын салып тұр, ошбұрдың айлын оңдырбай, оқчуны чап алып тұр, оқчы қырғыз ұрығы, ойлой салып құруды, күнбейшембіңе чақ түшті, қаншоқтың аскері, ұшақ аттап қанан ұры салып тұр, те жер жайнап жатқан жылқыны жетіміңчең алып тұр. Жұма күні кешінде, бешім өткен кезінде, о Гүлшан тосына киік атып аңулап, келіп тұрмана сушында, қарқалтын алған бір қалта, қанқорғоға бар оң айтмаққа, қачып барған ақбалта, көзін салып киікке, киікшінің барысы шыққан екен бейке. Тең айбын бұзатын мойындап, ақсақалың қойындап, ақбалта бардың ақырым,
айғай салып бақырым, жүліндей бозат алдында жүрім анасты чақырым. Олғаны көп кеше арзан жұмыш емес қо, айбалтаным бұл үйші ашығып мұнша не келді, қалып етіле бұшы қабарын сұрап білелік, қошағандай да болса бұл іштің. Ақ балтаға жиылып, аңыз деген тыйылып, келіп кебін ұғып тұр, айтқан ұғып манастан, от көзінен шығып тұр, аскер ұлдам келсін деп, алты кеші чаптырды, хан жияндың борынан, адам қалбай келсін деп, қошынына чақырды, қара құлжат барынан, көкірек көк артпарынан, қаралмағайқы белінен, қалба деп қырғыз елінен, топырақ бел қарасу, ортасын оған табаны, орсын шар анжан, тұз келсін деп аларды. Марғалаң менен зыманы, қалбасын деп чымынны, қон жетменен жызақты, башымылдам келсін деп. Ошынды бар ұшысын ұзаттың. Айтып өбіннер манас, анжиянды чақырып, айтып манас болған жоқ, ақбалта сұрап бақырып, Жақыптың ұлым манасым жаныңды же чүйіп аласың. Айырып келіп алтайдан азапқа сал чүйіп аласың. Ең атамнан қалған жерім деп, жетім ұл туылғатын, жаттырып қырғызды, ұшып алғамен тиіп қаласың. Қытайдан бөлек жоқ деп қиялың аласың. Қырып кетер қырғызды, қываң шонды қанасың. Алтайдан елді көчіріп, қиянатшы адамсың. Адыры чөпті жері жай, ары түрлік малға бай, маңғұл қалмақ аралаш, башуыз мамыры кең Алтай. Бар көлтір көлгөліз, баштап келген балаға, малынтқаның көріңіз, алдырып қойып алайдан, армандан өлір далайжан, Алтай деп жүріп көз, анжияналар жеріңіз, аң арзывады көніміз, қалқыңа түшті қалаба, қатталып қалың кечөгін. Қыға жылдаған балаға, нар төмінген адам бар, ажалаған арамдар, қара желек найдалған, қарарғандың, қайсаған, қабағы биік көзің күр. Ошо қара сақал тик мұрут, қайдан шыққан бұжұрут, қаңжылары қаңқайған, қайсы бүрің қарасың, қаранар менеп даңқайған, айылға кіріп қол салып, от қылашып бізден ел, қиласың өліп сұлады, қыз қатынның барысы, қырға шығып су чулады. Ошының арбын жасы мылтық, арбыны аз мылтық, айдады жылқы дырғытып, ары үресі күр сұрат, қазандай болған күрсесін, қаншалық жерген ырғытып, төменіп жүріп найзалған, төбеңден ұрған қандай жұрт, нарменіп жүріп найзалған, надандан ашқан қандай жұрт, о найза деген бір жарақ, ат мінгенге лайық, қайтелектей бат барып, мұның ошо қалабаны қылалығы. Ақбал тауары ашығып, қырып кетті келді деп, қызылек чалдарға, қиын түшік келді деп, чап кеттің елді деп, жаштарымның башына жаман дүмөк келді деп, Ақбалтаң айтып салып тұр, аны-мұны деген чыңалтым үшмін қошыны, ошының азыр болу қалып тұр, аға саба қызылту, айғайлаған ұзучу, көк саба қызылту, көк жаңырған ұлучу, көк жалманас батырдың, о жүріп қалған жері бұл, Алтайға барчу белінен, ашышып, ат баспаған жерінен, киік ашпас соменен, тарғап шығай соменен, оң ашып қия белменен, өлгенше қармашайын деп, өзі түйген елменен, ашып түштің алайға, аңдап тұрсаң мұнында, ұшың арты кетер далайға. Үркі оғырғыз кетіптір, анжан жаққа тосына, шорыққанның қошуны, тотаянып жетіптір, қаранын жаңы көргенді, о қараңғы кіріп кетіптір, ұрышты түнде салбайын, уараға қалбайын, қалбаны түнде салбайын, қанға забын қалбайын, не болсын ертең көрермін, үрістім өзі болса да, үстін асты бір салып, үлгі қылып жөнермін, қарданып мұнайтып, қабылын түрі манасың, жатып тынчы алып тұр. Ошо бағымда намаз оқушып, атырлауатын, азырлауатын тоқушып, жарағым белге чалынып, жаратқанға жалынып, ақ көтонды киініп,
Садағы бала беліндей тасма тарт иіліп, алысқы жуық айныбас, рақы жақын қабас, ортасы олот озалбас, түтіні тұман түсман, қараолуда жал оға жал, асынып жүрсе ақ келте, ашықпаса қой шағыр, ашуланса замбірек, ақ келті мылтық асынып, ошай қолдығын бадырек. Оғамыш кейіп қаптаған, тарамышқа чаптаған, темірін 8 қырдаған, 10-12 түрлі сырдаған, бір үтілмесін шығарған, ұшынуға суарған, шамалғы тисен ырдаған, тиген жерін ырбаған, шағарақ алтын тақтырған, дұшман жаққа бақтырған, салдын айса қарыға, сандырғалы сұлтаның, бүгін менеп қарына, түлі үшінде суырса, өртөңденіп қызарған, ұрысты күнде ұзарған, зарын тартқан мұнарыдан, ұшын қайқы шығарған, тоғы жапса таш кескен, белгі жапса баш кескен, шиберге қойса өрт көрткен, шилтеген үмірт кеткен, оңалды қолға қылышын, аңдап көр жоғы қылышын. Таш көмірге таптаған, ошондо қағырғайға саптаған, көкөрчө қылып идірген, қылғиял чап чейдірген, жағарақ алтын сондоғын, чапқан жосы оңбоғын, ешігіңдің айбалта, қыстары алып беліне, қырғын салып келуге, шорыққандың еліне, қорғошын чойын құйдырған, сабын темір бұрдырған, башы болот мантаған, сабы темір саптаған, бері болса күресесі, 500 ватман салмағы, бір бөдегер қолды деп, беленденіп алғаны, ерінің қашына, оғып чуалып жатына, мұның қарын көтерген, айрам мінген атына, өңі құлақ қара жал, өзгөчө сонын бұйырмал, арыстан ерді мінгені, аққұла деген аты бар, айваннан бөлек заты бар, чатқаяғы чатқалдай, о жүріп берсе чатына, жүкті төп атқандай, құйышқандың қошқанға, 12 бір қарыш қазанды, ойнап күліп асқандай, бол жолы жоқ чоңдығы, боруна қарандын, момыл ойын қазғандай, таноусына мұрдының, кірер болса жүргіліп. Азырқы жүрген адамдар, ошо киімі менен батқандай. Оғамыш құлағы сон тұяқ, балтырып ала беліндей, басқаны сырттың желіндей, шарая төшкө тартынып, қару жарақ қарқалтын, көк темір артынып, қарыпчысы қияғы, қарымандай сияғы, белденше темір байланып, бел бұлттай айланып, бербердігер бергендеп, жаратқанға жалбарып, майданға барып тұрғаны, аңа жалалап қиқырып, ошонды қапырдың ақудай ұрғаны. Дөгөшең атты алғаны, 4000 қошын алғаны, түріні көздей ат қойып, бару жөніп қалғаны, ошының арыстан манас батыры, алығы 4000 батырды, астын үстін салғаны, аққұланы жүгірітіп, аралашып қалғаны, дөгөші келіп қашырып, төреген айза салғаны, дөгөшін айзасы. Төрегі атпай қалғаны, төшінің айза тақалды. Оғарылар айтқан мақалды, төшкө сайып дөгөші, жығуын алу жетпеді. Найза сайған қапырға, аққұлат мініп кетпеді. Найза сынып қачырап, өз найзасыға илініп, шалқасынан кеткені, жығылып қалған қапырды, сырттан манас беттеді. Жерден өді тұрарда, шыпырып қылыш қара құрш, башын қағып кеткені, башы қалды тон қойып, мұның өлігі қалды зон қойып. Төрі манас батыры, 4000 келген қапырды, төгіп қанын ақырды, етпішім қой жапырды, қанын судай сапырды, 3000 алтын жүзіні, жерге басып түзіні, ошында қырып жойып салды дейті. Жана шору жіберді, шешендір атты балманды, 12.000 қол менен манасты көздей жапырды, күлті қанатты балбаны, күркіріп күрісің алғаны, екең өзі бір миніп, 70 құлач білмініп, Құдай бетін көрсетпе, күрсісі барым болодой, қараса көзі қапырдың, қайқанға қазған ұродой, көзіндегі чылпағы, ошында қайнатқана батман шородой. Құдай 12.000 о жабылып, ақкелте мылтық бір атты, арыстан манас қамынып, ақкелтенің дабышы, 6 күнді құлды, оғы тиген қапырды, 30-40 жығылды, түтіні асты тұмандай, құлап түшті күлді қан.
ошондо жер силкинткен тубалдай тетеги найза салды го чечендер, андай найза салгандан алек болгон нечендер. Найзасын баатыр кагыптыр, арстан эр кылы салыптыр. Найзасы тийбей кеткени, найза салган чечендер. Ажалынын жеткени, жетпегенден эткени, төрө чапкан булуч төбөсүнө жеткени, атматы менен бөлүнүп жардай кулап кеткени. Кыргыздын баары күңгүрөп, бакай баштап баарысы, кыргыз баштап карысы, 60 000 көп аскер ат коюшуп калышты. Аш кайнамга калбады, 12 000 кошунун ойрун кылып салганы. Кан шоруккан акырды, кашыргапта койбодуп, кайраттанып бакырды. Жүргүзүп ийди майданга 84 000 капырды. Аз экен деп ойлонуп, ошондун арыстан Манас батырдын мингени саны 84. Билгенге болду кызыл өрт, жеткен ажал далайга, уруш болду алайда. Шоруккан маймын зору экен, жүрүп келген кошуну 300 000 кол экен. Өлдү көбү теңделип, жаны түрүү калганы жарадар болду сенделип. Эртеси жогу кечинде, ошондо түнөн көйгөн кезинде, көтөргөнү туу болуп, көзүнүн жашы суу болуп, сандыргалуу төрөнүн зарына чыдабай, шоруккан каны баш болуп, качып калып жөнөдү. Ар тушуна бел менен ашып алып жөнөдү. Өлгөнүнөн калганы 200 болгон бөлүнүп, шашып алып жөнөдү. Ошо мургапты көздөй бет алып, каны шорук салыптыр. 300 000 келген аскерден, шорукка жолдош көбөлден 60 000 калыптыр. Кабандар деген жол менен, бузулуп качкан кол менен 2 күн түн качыптыр. Энтелеп жаман шашыптыр. Шорук барды жерине, аныктап кабар сала албай. Өз караган элине 1 000ден оорук болгон батырды көрүп келдим деп, баш көсүдү сезбеген капырды көрүп келдим деп, каранын көрсөң өлөсүң, кача көргүн элим деп, кууган Манас батырдан куруп калган шоруккан жарым күн мурун барыптыр. Жар чакыртып туш-тушка калкына кабар салыптыр. Уют өсүн айдашып убарага калыптыр. Таң атканда шоруккан калкын үркүп дооруккан ордосуна барыптыр. Ойбойун айтып салыптыр. Шашке калбай Манас шатырап кирип барыптыр. Тез аркерлерин сап кылып, ташко тон талкалап, ошондо качып тууган шорук кара жанын калкалап, Кытайдан качкан качак деп, Маңгулдан качкан байкуш деп, байкабай баарын кол салдым. Кол салбай куруп салсамчы, балекетке чоң калдым. Калкыма кылдым залалды, катын бала таланды, элиме кылдым залалды. Эр азамат калбады, аңдабай туруп катылып, абыдан айттым сырымды, жарашпасам жалынып, элимден койбойт урумду. Ойлонуп аны шоруккан, оолу барып катылып, ойрону чыкты канча жан, мун ойлонду шоруккан, мурунтадан ойлонбой, мурдар болду канча жан, көрүндү дүйнө көзүнө. Көпмө сүнгөн кан шорук, ошондун эми келдиң эсине. Бармак болду тарталып, Манастын өзүнө, ордодо жүргөн 30 кыз, окуп жеткен баары дуз, кыйбатпа кийгизип, кылтылдап жаган жоргодон 30 бөдө мингизип, жасап кыздын баарысын, таштады шорук намысын, өз баласын акылай, ойлонсоң кара жан кыйын, ошону баштап алышын, 16,5 жашы бар, олуңдой кара чачы бар, талчыбыктай бою бар, салтанатын коюп сал, башы кара кыйылган, канга ылайыктуу бир жан, көзү кара коюлган, көргөндүн көнү тоюнган, ар мүнөзү бир башка, ак тасмадай чоюлган, тиши беймал күрүчтөй, оюң шошаты сыпаты, зымга тарткан күмүчтөй, ачык кабагы жатык сөз, кууш мурун марал көз, ала моюн түймө баш. Ошондо кепичин такасы, жаркыраган жакут таш, шорук шондо кеп айтат, акылай балам деп айтат, башыңда балам кой дедиң, байкабай туруп бок жедим, урушпай атан кой дедим, угуп туруп бок жедим, тилиңди балам албадым, тилиңди гана капкармандым. Жаным түрү калса деп,
Тилендим о зарладым, нарықталып қалған елекен, ұшы күнде бұғырғыз, ұрышқа туылған немекен, түптөліп қалған елекен, түк қашпаған өлімден, дүмбөке туылған немекен, алсаң балам кебімді. Тартуғылы боп барсам дейм, ұшы тап тұрам ебеңдің. Ошонның ату сату деп қайладан ұғып жүремін. Қыз ұяту тарту деп айтқанда тілем алсаң дем, атекеңді өлімден ажыратып қалсаң дем. Қалаған атың меніңіз, қайышқаның біліңіз, таңдаған тоның киіңіз, табытта тұрам біліңіз, тарту тартып балаңыз, жанарғасын қылбасақ, ошондан аман қалбас беребіз. 41 қызылнар менен, 40 көмір көзар менен, чабындыдан құтылған 600 айда мал менен, 31 сұлу қыз менен, нан көтеріп тұз менен, астына барды қаныңыз. 60 нөкөр қашында, алтынды тажы башында, эми келди шоруккан 58 жашында, ботоуру мойнунда, 2 колу борунда, жаш төгүлгөн койнуна, болдум душман сизге деп, карын салдың бизге деп, арыстан ас баламсың, оң ата жолун изде деп, кылар болсоң тез кылгын, эртерээк ишиң иште деп. Тартып о келдим о кызымды, жалынып жаным сурайын. Жалпы жұртым қысылды, жан білбеген осырымды, салдым саға чырымды, жайыңды білбей қатылып, далай жұртым қырылды, өзің білген ерманас, ұрайын бізге қыларды, өшөссің өзің да білгін, өмөктөтіп қырарды, чабамын деп қамындым, аскер алып 300 000, айылыңа жабылдым, алдырып қойып өзіңі. Ушу жан соға деп сабылдым манасу. Ошоң арзан деп барып отием деп арыстанға қатылып, ең ақылымдан жаңылдым, ажалы жоқтан өлбөдім, ақыр арғам кеткеннен ақылай балам баш қылып, ошоң астыңа тарту жөнөдім. Айтты шорук мудасын, арыстан манас батырдын, адам билбес мүнөзүн, кылая багып күлбөгөн, күлгөндүн сырын билбеген, күңгүрөнүп сүйлөгөн, күлпөгүң арткан дүйнөдөн, калгадай кашкачыш, калайыктан башка тиш, кашкайып чыгып алып тур, аба кесип акайга, арстанер көзүн салып тур, абөкө бу сөз кандай деп, арсаңдап күлүп калып тур, ашыңдан аба жаныңыз, астыңа келди каныңыз, өзүңүзгө сыйынып өтүнүп келген жан экен. Ушуң айтканынан азыр кылыңыз. Ал сөздүн айтып салганы ушундай болсо макул деп, орчун жыйын көпчүлүк он сөздөшүп калганы, ордоңузга киргин деп, оболуңда шоруктун өзүн баштап барганы, шорук кирди сарайга, шораты кетти далайга, тартуу келген кыздарды, о таттуу болгон сөздөрү, таңданганга тандаганга бу кыздар өзү каалап тийсин деп, тандасын өзү тийсин деп. Көңкү турган көпчүлүк о кыздын сөзүн кыстадың. Ошондон ойрон журтуң жардашып, ортодогу 30 кыз о көпчүлүккө көз салып, кыдырата карашып, кыздар карап тек турду, каалаганын деп бири-бирин. Ошо кыз сен каалагын деп турдуң. Кыргыздын баары кыйкырып, мейли кары, мейли жаш, бейбек кыздар көзүң дач, самап турган силерди, кара кыргыз эл болот, кайсы бирин кааласаң, кармаганың ер болот. Ортого коюп кыздарды, оңдон ушуң бойлорун, мени кармар бекен деп, одарып кызга ойлорун, кырдап кийип бөрктөрүн, кыз үчүн оңдоп көрктөрүн, сайгашканын баарысы, жашы менен карысы, сакал мурут тарашып, жардап кызга карашып, тамаша сөзүн айтышып, жамандыктан кайтышып, көзүн кызга салышып, көркүн оңдоп кайбирөө, көрөр бекем мени деп, көбүрөөк сүйлөп калышып, курчап турду ужулдап, кайсы бирөөң урушуп, сен илгери турдуң деп ашуусу келип куучуңдап. Ошондон ортодо кыздар турушуп,
теги койбой алат деп отүйгө моюн сунушуп, о кара турат, кан турат, калай экен бизди деп канча түрлүү жан турат. Уру кыргыз элекен, улуу манас эрекен, эрки бизге койгону кааламак бизге элекен. Камалып турду канчалык кыздын баары кысылып, ораз коркуп кайбирөө раңдары бузулуп, ботодой көзү жоодурап, булуттой чачы шоодурап, о сүйгөнүңдү карма деп асыртадан ковурап. Күйчүсүң айтып улусуң, кишиден башка боюсуң, каалоого болбой камалып, ой киши болбой курусун. Улусуң айтып күчүүсүң, кысылбай баары кармап кой, кыргыздын кыйла кишисин. Кыздын баары кысылды, ошондо тер боюнан сызылдың. Шоруктун кызың акылай, шоодураган капырай, короз моюн аппак эт, койкоңдогон кара бет, о карагат көздү кардай эт, кашаңдаган кара бет. О болгон бизге керим деп, болсун манас эрим деп, кыздардан чыгып бөлүнүп, кырголдой мойну көрүнүп, суналап асып суйкайып, суу чубуктай буралып, султан эрге бет алып, манасты башта көргөндөй, барып келип көнгөндөй, баатырдын барды кашына. Кыз да болсо акылай, ошондо конду дөөлөт башынан. Теңин таптың о теңи деп, келдим унун деби деп, акылай мурда каалады, артыкпызбын оң андан деп, алыгы турган 30 кыз бирден кармады. О карап турган көпчүлүк, каткырыгы баш жарып, каты үлүп калышып, ымыктысып туруп алдың деп, кыйында болсоң бу сапар, кыздан куруу калдың деп шылдыңдашып калышып. Арыстан манас батыры, акылай сулуу алганы, 30 кыз барып кыргыздан 30 жигит кармады. Ар тарапка бет алып 60 киши чаптырды, аскердеги адамды баары мында келсин деп Самбулага чакырды. Бир жумадан бир жума той баштады жубжуда, ат кунанды чаптырып, балбан сайыш көкбөрү бар өнөрүн арттырып 30 күн оюн салышты. Кызын алып жардашып, 40 күн тамам өткөн соң кыргыздын баары тарашып, кабылам манас батыр, анжиянга бет алып, эми аман келдиң акырың.